Достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет үйде қатқан нандарыңыз болатын болса, дәл осындай керемет тамақты жасаудың рецептісімен бөлісемін достар. Алдыменен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Дәмді керемет, менің өзімнің отбасым осы тамақты сүйіп жақсы көреді. Кейден осындай қатқан нандар қалса, сол тамақты жасап беремін достар. Осылайша нан, картоп және пияз ғана қажет болады біздің бұл тағамымызға. Алдымен картоптарымыздың барын ортасынан бір бөліп және дәл осылай етіп турап аласыздар. Сосын пиязымызды осылай тураймыз және нанымызды осылай ұсақтап турап алатын боламыз достар. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап қозартып қуырып алатын боламыз достар. Өте дәмді, керемет, тойымды болып шығады. Білмеймін, өз басыма өзіме өте қатты ұнайтын тамақтардың бірі достар. Әрі тез дайындалады, әрі тойымды, әрі дәмді достар. Осылайша пиязымызды қыздыртып алғаннан соң, қызартып алғаннан соң үстінен осылай картопымызды салып, оны біраз уақытқа дымдап қоятын боламыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, дәл осылай бір-екі араластырып, қақпағын жауып қоясыздар. Сосын міне тұзымды саламын. Дәміне қарай саласыздар достар. Тұзымызды, сосын қарабұршымызды салатын боламыз достар. Егер де сіздерге өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Мен осылай қарабұрш салған ұнатамын тамаққа. Осылай қарабұршымды салып, осылайша бір араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Кішкене өзінің дыммен майға кішкене картоптарымыз қуырылуы керек. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Мына видеоның беткі қабатында инста парақшамды жазып қалдырған, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Оңай рецепттермен бөлісемін. Енді міне кішкене қуырып алғаннан соң картопымызды үстінен жарты шөміштей су құйып, астын пәсейтіп, демдеп қоятын боламыз. Астын төмендетіп, газымызды баяу отқа қойып, міне достар, дәл барлығы міне қайнап, картоптар міне пісіп қалыпты. Енді нанымызды салып бұқтыратын боламыз. Нанымызды саламыз және де оны жақсылап бір араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, бір 10-15 минуттай уақытқа дымдап қоятын боламыз. Бірақ газымыздың отын баяулау етіп қоятын боламыз достар. Міне достар, қозғап, бетін жауып, міне достар, менің тамағым дайын, өте керемет болып пісті достар. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Нанымызды бекер обал еткенше дәл осындай тамақ жасап, үйдегі отбасыларыңызды қуантыңыздар достар. Менің рецептілерім сіздерге пайдалы болып жатса, менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Және видеом ұнаған болса, лайк басып, және комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Сау болыңыздар.